Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Alina News үздік ақпараттық жобасының 2 маусымның арнайы шығарылымы. Бүгінгі шығарылымды соңғы 2 аптаның ең маңызды оқиғаларына арнаймыз. 17 сәуірде сала тарихында алғаш рет Alina Group Pro Forum Central Asia 2026 халықаралық конференциясын өткізді. Алыстағыны көру, күштірек болу. Ұранмен конференцияда Алматыдағы кәсіби қауымдастық өкілдері интерконтиненталь қонақ үйінде бас қосты. 5 ай бойы тынымсыз дайындық, 9 сағаттық үздіксіз бағдарлама, 20 спикер, Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Қытай, Түркия және Сингапурдан келген 200-ден астам қатысушы. Құрылыс әрлеу материалдары саласында алғашы болып жетекші өндірушілер, дистрибьюторлар, құрылысшылар, серіктестер, журналистер мен сарапшыларды бір алаңға жинап қана қоймай, күн соңында үздік компаниялар, брендтер мен сарапшыларды кәсіби Alinex Awards сыйлығымен марапаттадық. 2026 жылғы сыйлық лауреаттарының қатарына жылжымайтын мүлік нарығы мен құрылыс материалдары өндірісінің дамуына елеулі үлес қосып жүрген компаниялар енді. Олардың ішінде Строительная информация, Санкт-Петербург қаласы, Mondi Bex, Union Perlit, Sensata және BI Group, БСКА, Қазақстан құрылысшылар одағы, Қазақ Экспорт, Қазақстандық тұрғын үй компаниясы. Ал саланың ең ықпалды сарапшысы ретінде евро жөнді ұғымын әр қазақстандыққа қол жетімді еткен Alina Group негізін қалаушы Ерлік Балфанбаев танылды. Pro Forum Central Asia қатысушылары қандай пікір қалдырғанын бірге көрейік. Спасибо большое за такой шикарно проведенный сегодняшний день, за очень интересные доклады и за очень крутых спикеров. Alina Group процветания и выхода на большой-большой международный рынок. Бұл оқиға туралы бақ не жазып жатыр? Зачем Alina Group берет на себя роль интегратора отрасли? Alina Group объединила лидеров рынка стройматериалов. Фотоотчет с Pro Forum Central Asia 2026. Alina Group. Формирование отрасли 2.0. Біз алиналықтарды Alina Group көшбасшылығының жаңа белсенмен құттықтаймыз. English Club'тан халықаралық жаңалықтар. On April 2, 2026, a global online meeting titled 30 Minutes with the Group CEO took place, featuring a keynote by NIPSEA leadership for employees worldwide. The session focused on business development and the excellence approach as a unified standard of work across the group. For Alina, this is not a new approach, but it is no part of a global system. Бізбен бірге болыңыздар. Alina News жақсы жаңалықтарына хабардар болыңыз.